Өзіміздің қазақ балаларымыз өзімізді атып жатса, бізді кім қорғайды? Бәрің сотталасыңдар. Иә, менің ақшаға жалдаған адвокатым маған сөйтіп айтты. Следовательдің жанында отырып. Шыққаннан кейін де маған бүйтіп айта берді. Ну, көрдің ба? 269 статья, сен білесің ба? Сен террористсің. 272 сен рұқсат етілмеген митингіге қатыстың. 2 статьямен сен жоқ дегенде 8 жыл, әйтпесе 18 жылға сотталасың деп адвокаттың өзі, менің ақшаға жалдаған адвокатым. Басымнан соққы өзім ойлаймын, қатты алдым. Басым айналып жүрді. Ештеңе есімде жоқ болып, қайда келгенімізді де түсінбей сөйтіп кішкене сөйтіп жүрдім. Қатал, өте қаты кездері болды. Мына бетімізді көреді, стенаға басымызды бірақ соғып әдейіге. Сонда екі қолымыз байланып жатыр. Екі бетімізден жатырмыз, былай екі қолымыз артта. Сонда мына арқамызға шығып ап, кәдімгідей балалар ойнайтын жерге барғанда батутта секіреді ғой. Сол сияқты біздің тура мына арқамызға шығып ап, екі аяқтармен секіріп бүйтіп. Секірген кезде тура мына іш құрылысымыз аузымыздан шығатын сияқты, тура кеудеміз түгел ауырып кетті. Мен содан мына кеуде сүйектерім түгел орнынан тайып кеткен. Өте ауыр нәрсе көтерген кезде бір байқамай көтеріп қалам, кейде ұмытып. Сол кезде кірт етіп, оның орнында тұрған жоқ екені білініп кетеді өзіме. Қатты ауырады. Содан қайтадан алып келді, қайтадан алып кеп, Затон полиция бөліміне әкелді. Сол жерде ИВС-ға есіктен кіргізіп тастай салды. Сол жерде отырған қыздар түрімізді көріп шошып кетті, көтеріп темір төсекке жатқызды. Сол жерде мен бір аптадай тұра алмадым орнымнан. Сонына бірінші рет апарып тепкілеп бізді ұрған кезде, мен мына жақ менен 2-3 метрден кейін мен ұлымды да тепкіледі сол жерде. Ол мүлдем митингіге қатысы жоқ. 6 күн таңертең жұмысына барған. Жұмысқа барып, жұмыс болмайды. Отбой дегеннен қайтадан қайтып остановкеге келіп тұрған жерінен, сол жерден автозакпен келіп, сол жерде тұрған 4-5 адамды бірақ қолдарын қайырып салып алып кеп, сол жерде оларды тепкілеп, қиналған дауыстарын естіп. Мүлдем жас балалар болды сол жерде. Жандары қиналғанда, бірінші аналар аузына түседі ғой, мама деп айғайлағанға дейін ұрып. ИВС-қа кеп тастағаннан кейін, ана бала қайтыс болыпты, мына бала қайтыс болыпты деген естіп, мен балам қайда екен, оны да бір жерге өлтіріп тастадым екен деп. Ой, мен не тамақ ішпей, не денемнің ауырғаны басылмай, балам да қатты зардап шеккен. 2 бүйректерінің сырт жақтары қанталап кеткен. Оның да денсаулығына көп зиян келген. Жұмыс істеп өзімді өзім қарайын, өзімді өзім дәрімнің ақшасын болса да өзім табайын деп етсем, оған 1-2 жерге жұмысқа кірдім. Күйім келмейтінін біліп тұрсам да жұмысқа кеттім деп кетем. Барам 1-2 күн. Бұрынғы өзімнің кәсібім бойынша тамақ істеп, сол аспаз болып, жұмыс істеп, ақша тауып, сөйтіп жүргім келеді. Оған қазір аспаз болмақ түгілі ыдыс жуатын жерде мен жарты сағаттан артық тік тұрып жұмыс істей алмаймын. Күйім кетіп қалды. Жұмысқа кірген жерлерінен де ұялам, кейде тұрақсыз кісі екен деп айтады ғой. Кімге айта беремін, мен осылай жарақатым бар, осылай денсаулығым жаман деп. Денсаулығым жаман деп басынан айтсаңыз, ешкім жұмысқа алмайды. Мен үміттеніп кірем, кішкене болса да ақша табайын деп. Қазір елдің бәрінде, мына балаларымда, мен қамауда жатқанда ақша бар, ол кезде жұмысты бірталай уақытқа дейін тоқтатып тастады. Олар күнделікті ақшаға жұмыс істейтін. Жұмыстың бәрін комендантский час қойып, жұмыстың бәрін жауып тастағаннан кейін, менің адвокатыма да дәрі-дәрмек әпергенде де төлейтін ақшалары жоқ. Содан кейін өздері біреуден қарыз алған, кредит алған. Қазір енді Қазақстанның сол қаңтардан кейін өзгеріс болды, керемет болып кетті деп өз басым айта алмаймын. Өйткені әрбір адамның бүйтіп айтамын деген сөзін әлі де айтқызбай келе жатыр. Шындық жоқ бізде. Жоқ, өзгеріс болып жатыр деп айта алмаймын. Енді келешекте дәл осы қаңтар сияқты болмаса да, кейде ойлаймын, егер осы халықты қыспаққа алған тоқталмаса, бұдан да қиын бола ма?